Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Бүгінгі қасиетті жұма баршамызға берекелі болсын. Күндердің сұлтаны болған осы қасиетті жұмада дуа тілектер қабыл болады екен. Алла субханала ва тағала біздің жасаған құлшылықтарымызды, дуаларымызды қабыл еткей. Бүгінгі жұма тақырыбы, жұма уағыздың тақырыбы жүрек тазалығы жайында. Жүрек тазалығы жайында. Жүректің тазалығы қаншалықты маңызды? Осыған мән берейікші. Ғұламаларымыз былай дейді: тіл жүректің аудармашысы дейді. Тіл не? Жүректің аудармашысы. Жүрегіміз қандай? Тілде көрінеді. Егер жүрегіңіз таза болса, жүрегіңіз нұрланған болса, тек қана жақсы сөйлейді, бауыз айтпайды. Алла разы болатын нәрсені айтады. Жүректің тазалығы өте маңызды. Ақыретте ол үшін сұраламыз. Мысал келтірейік, егер де біз ауыратын болсақ, түрлі сынақтармен аурулы көп бізде қазір. Біреу рак ауырды, біреу жүрегі ауырады. Сол аурудан емделу үшін ол білікті маман іздейді, білікті дәрігерге барады. Керек болса, өзіне ұнайтын қымбат көлігі болса, сатуға дайын. Не үшін? Жан сақтау үшін. Жанын сақтау үшін өзіне ұнайтын нәрсені сатады, емделеді. Сапарға шығады керек болса. О, мұхиттың ар жағындағы елге баруға дайын. Өткен ол кісі өлімнен қорқады. Адам жан тәтті ғой айтқанда. Алайда бауырлар, өлімнен кейінгі нәрсе бар. Ол Алланың алдында есеп. Алланың алдындағы есеп бар, таразы бар. Ал енді сол Алланың алдында болатын есеп таза жүрекпен келген ғана Алланың азабынан құтылады екен. Таза жүрекпен келген ғана Алланың азабынан құтылады екен. Бұл дүниеде бір жерің ауырса емделесің. Бірақ та алайда бұл дүниеде аурумен өліп кететін болсаң, онда ол үшін ақыретте сұралмайсың сен. Барынша әрекет еттің енді. Ал енді лас жүрекпен Алламен жолығатын болсақ, ертең қиямет күні сол үшін сұраламыз. Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Йаума ла янфау малун ва ла бануна илля ман аталлаха биқалбин салим». Ертең қиямет күнде мал дүние пайда бермейтін уақытта, бала-шаға пайда бермейтін уақытта, мансап, атақ, еш нәрсе пайда бермейтін уақытта, сонда қиын жағдайда Аллаға таза жүрекпен келген ғана Алланың қаһарынан, азабынан құтылады дейді. Егер біз бұл дүниеде таза
жүрекпен Алланың алдында жолығатын болсақ, бауырлар, бұл дүниеде не? Бұл дүниеде таза жүректі сақтау керек. Күнәлардан сақтау керек. Барынша күнәлардан сақ болу керек, алыс болу керек. Өйткені күнә жүректі ластайды, жүректі кірлетеді. Енді сол күнәға толған жүрекпен Алланың алдында біз жиналатын болсақ, ол жүректі Алла тазартады. Жәннатқа кіру үшін ол жүректі тазартады. Бірақ та немен тазартады десе, тозақтың отымен тазартады. Күнәнің мөлшеріне қарай сол тозақта болады. Ал енді таза жүрекпен Алламен жолығатын болсақ, біз Алланың азабынан аман қаламыз. Илля мен аталлаха би қалбин салим дейді. Тек қана Алланың азабынан аман қалатындар, олар таза жүрекпен Алламен жолыққандар дейді. Таза жүрекпен Алламен жолығатын болсақ, сондай уақыттарда бала шаға пайда бермейтін кезде, мансап, дүние пайда бермейтін кезде, біз өзіміздің амалымызбен, таза жүрекпен Алламен жолығатын болсақ, Алланың азабынан аман қаламыз. Ал енді таза жүрек деген нәрсе, не ол таза жүрек деген? Осыны түсіндіру керек қой. Таза жүрек біріншіден Алланың бұйрықтарын орындаумен келеді. Алланың бұйрығын орындамасақ, жүрек кірленеді. Нәжіс киімді лас қылады. Дұрыс па? Не үшін? Сен сақтанбадың ол нәжістерден. Нәжістен сақтанбасан, киім нәжіс болады, кір болады. Киім кір болғанда оны жуып кетіру керек. Дұрыс па? Дәл солай бауырлар, бұл дүниеде біз қателессек, бұл сынақ әлемі. Бұл дүниеде қателесу айып емес. Бірақ қашан айып болады? Тәубе етпесек. Бұл дүниеде киім ластанса айып емес. Қашан айып болады? Сол киімді жумай адамдардың алдында жүре берсек. Дұрыс па? Дәл солай. Адам қателеседі, сүрінеді, пендешілікке салынады, ғапылдыққа түсіп қалады. Бірақ та артынша тәубе ету керек. Тәубе жүректі тазартады. Дәл солай киімді таза су кетіретін болса, киімнің ластығын таза су кетіретін болса, дәл солай жүректегі қара дақты, күнәларды тәубе кетіреді. Жүректі таза ұстау үшін Алланың бұйрығын орындау керек. Алланың бұйрығын орындамасақ, жүрек таза болмайды. Алланы көп еске алу керек. Алланы еске алу дегеніміз ол намаз оқу. 5 уақыт намаз оқу. Алланың бұйрығын орындау. Оған қосымша түрлі күнәлардан сақтау. Жүректегі не? Рия бар, атаққұмарлық бар, көралмашылық бар. Түрлі жаман күнәлардан сақтау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан әдемі хадис етеді. Әла уа инна фил жасади мудғатан. Біліңдер, адам денесіне бір кесек ет бар. Ида салахат салахал ал-жасаду куллуху. Егерде ол кесек ет түзелсе, бүкіл дене түзеледі дейді. Егерде ол кесек ет бұзылатын болса, бүкіл дене бұзылады. Біліңдер, біліп қойыңдар, ол жүрек деп айтады. Ол жүрек. Жүрек
адамның денесіне ең маңызды ағза. Жүрек арқылы біз түсінеміз, ойланамыз, пікір қыламыз, ақиқатты табамыз. Сол үшін жүректі таза ұстау үшін көзді, құлақты жаман арам нәрседен сақтау керек дейді. Және ауызды. Бұны ғұламалар былай түсіндіреді. Әдемі мысал келтіреді. Мысалы, бассейн дейді. Бассейн бар ғой. Оған құятын сулар бар. Әртүрлі арықтар бар дейді. Егер сол әртүрлі арықтан лас суды жіберсең, бассейнде не дейді? Лас суға толады дейді. Лас суға толады. Ал егер таза суды жіберетін болсаң, таза суға толады дейді. Түсініңіз ба? Дәл солай. Көзіңізбен не нәрсені көресіз, жүрекке жетеді. Біреудің үстінен тәкаппарланып қарадың ба, жүрегін ластайды. Біреуге менсінбей қарадың ба, жүрегін қараяды. Біреудің дүниесіне қызғанып қарадың ба, ол да не? Жүректі қарайтады. Біреудің әуретіне қарадың ба, біреудің кемшілігіне қарадың ба, ол да жүректі ластайды, жүректі қатайтады. Дүниеге қызықтың ба, мансапқа қызықтың ба, ол да жүректі қатайтады. Құлағыңызбен түрлі өсек, ғайбат, әңгімелерді тыңдаңыздар ма, ол да жүрекке барады. Аузыңызбен түрлі күмәнді, арам нәрсені жедіңіз ба, ол да жүректі қатайтады дейді. Жүректі сақтау үшін алдымен құлақ, көз, ауызды түрлі күмәндардан, жаман нәрселер сақтау керек. Себептерін орындау керек. Жүрек жай ғашин таза болмайды. Бізде өкінішке осы ғой. Әр нәрсені естиміз. Пайдалы болмаған нәрселерді көреміз. Содан кейін жүрек бұзылады. Әртүрлі жаман ой келеді. Шайтан азғырады. Алланы өте сирек еске аламыз. Тек қана жұма намазға келетіндер бар. Аптасының бір мәрте Алланы еске алады. Ол жүрек қалай тіріледі? Ол жүрек қалай нұрланады? Шейх Ибн Атаилла Сакандари былай айтады. Ағаш қурайтын болса, суару керек. Дәл солай жүректе кейде не? Қатайып қалады, қурап қалады. Оны итағаттармен суару керек дейді. Құлшылықтармен, истиғфармен, тәубемен, намазға жиі келумен, әртүрлі пайдалы дәрістерді тыңдаумен жүректерді тірілту керек. Пайдалы алу керек. Құрметті жамағат, бұл дүние сынақ әлемі. Бұл сынақ, бұл тұрақтайтын мекен емес. Бұл уақытша. Әр имам осыны айтады. Әр ұстаз осыны айтады. Сол үшін бұл дүниеде таза жүрекпен өту үшін Алланың бұйрығын орындау керек. Тыйымдардан тыйылу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Мән ахласа қалбаху ли иман», кім жүрегін ықласпен толтырса, «Ваджа'ала қалбаху салиман», және жүрегін таза ұстайтын болса, онда не? «Қады афлаха» дейді. Ол не? Тозақтың отынан аман қалды дейді.
тозақтың отынан аман қалады. Қад афлаха ман жа'ала қалбаху салиман дейді. Кімде-кім жүрегін таза күйде ұстаса, Алланың азабынан, қаһарынан аман қалады. Сол үшін, құрметті бауырлар, жүректі тазарту үшін аз ғана уақыт жетпейді. Уақыт керек. Кейбір кісілер бар, мен бір жұмада тазаруды қалайын дейді. Құрметті бауырым, бір жұманың ішінде тазаруға оңай емес. Қарашы, егерде 40 жыл бойы үйіңе қоқыс лақтырсаң, оны бір сағаттың ішінде тазалауға шамаң жетпейді ғой. Дәл солай, қаншама қателестік, күнә істеп қойдық. Осы жарты сағаттың ішінде тазалану өте қиын. Уақыт керек. Әрдайым мешітке келу керек. 5 уақыт намазға жығылу керек. Алланы көп еске алу керек. Сондай ғана жүрекіне, осы нәрсе жүректі тірілтуге көмектесіп жәрдем береді. Алла субхана ва тағала былай дейді: «Ман хошия рахмана бил ғайби». Көрмесе де Рахманнан қорыққан кісі, Алладан қорыққан кісі, «Ва жаа би қалбин муниб», және шынайы тәубе етіп, таза жүрекпен келген ғана осындай кісілерге, қараңыздар, көрмесе де Рахманнан қорыққан кісі, тәубе етіп, таза жүрекпен келген кісі, оның сыйлығы былай дейді Құранда: «Удхулуха би саламин», амандықпен жәннатқа кір дейді. Амандықпен жәннатқа кір. «Залика яумул хулуд», ол күні онда жәннатта мәңгі қаласың. «Лахум ма яшауна фиха ва ладайна мазид», олар үшін жәннатта қалаған нәрселері болады дейді. Көңіліне келмеген нәрселерін көреді. Құлағымен естімеген нәрсені, көзбен көрмеген нәрсені сол жерде көреді. Қалаған нәрсесі болады дейді. Нені қаласа сол Алла Тағала сол нәрсені береді, және бізде одан да артық нәрсе бар дейді. Ол одан да артық нәрсе Алланың ұлы дидарын көру. Жәннаттағы ең үлкен сыйлық білесіз бе не екен? Алланың ұлық дидарын көру екен ғой. Одан артық рахат сыйлық жоқ екен. Алланың дидарын көрген уақытта жәннат иелері бүкіл нығметті ұмытады екенше. Өйткені одан артық рахат нәрсе жоқ та. Міне бауырлар, ол үшін Алладан қорқу керек. Ол үшін шынайы тәубе ету керек. Таза жүрекпен Аллаға, яғни Алламен бірге жолығу керек. Құрметті бауырлар, Имам Ғазали рахимулла былай мысал келтіреді бұны. Жүрек бір зәулім қасыр сияқты дейді. Дұрыс па? Шайтан дұшпан секілді дейді. Сол дұшпан сол үлкен қасырды жаулап алуға қалайды, тырысады. Енді сол үлкен қасырдың есігін сақтай білмесен, жау кіріп кетеді. Сол үшін оның есіктерін сақтау керек дейді. Дәл солай бауырлар, шайтан жүректі басқаруды қалайды. Жүректің есіктері бар. Соны күзету керек. Ол есіктер адамдардың жаман сипаты ғой. Адам қашан ашуланса, шайтан сол есіктен кіреді, бізді басқарады. Шайтан лаим айтады: егер де пенде ашуланса, мен оны басқарамын. Жас бала доппен ойнаған секілді, мен сол адаммен ойнаймын дейді. Дәл солай. Қашан адам дүниені жақсы көретін болса, дүниені ақыреттен жақсы көретін болса, шайтан жүрекке кіріп алады деген, адамды басқарады деген. Қашан
біреудің нығметін көре алмаса, осылай шайтан жүрегімізді басқарады екен. Сол үшін жаман сипаттарды адам тану керек. Өзінің кемшіліктерін сипаттан танып, оны күзету керек. Өкінішке орай, біз Алланы еске алсақ та, жаман түрлі шайтанның уәсуасынан құтыла алмаймыз. Намаздың ішінде болсақ та Алланы еске ала алмаймыз. Оның себебі не? Оның себебі былай дейді, ғалымдар былай түсіндіреді. Бір кісінің жүрегі бар, әбден күнәға толған. Оның жүрегін шайтан басқарады. Ал жүректе білесіздер, періште жақсы ой салады екен. Және шайтан жаман ой салады, азғырады. Егер де жүрегіміз ластанса, күнәға берілсек, оның мысалы былай секілді дейді. Мысалы бір кісі үйіне кіріп келді. Үйінде ет барды, үйінде иті бар. Үйге кірген уақытта иті алдынан шығып, сол дорбаға жабысады, қолыңыздағы нәрсеге, етке. Сіз кет деп айтсаңыз да, таяқпен ұрсаңыз да ол кетпейді. Ол қолыңыздағы нәрсені алуды қалайды. Сондай ма? Дәл сондай жүрегі күнәға ластанған, әбден жүрегін шайтан басқарған адамның халі осындай секілдейді. Алланы еске алса, жүрегінен шайтан кетпейді. Алланы қанша зікір етсе, жүрегінен шайтан кетпейді. Өткеніне жүрегін әбден күнә істерімен өлтіріп алған. Ал хадис бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келеді. Кімде жаман ой келетін болса, Алладан пана тілеңіздер дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтқан уақытта шайтанның уәсуасы кетіп қалады дейді. Ал бізде неге кетпейді ол нәрсе? Өйткені жүрегімізне әбден ластанғанда жүрегіміз шайтан басқарады. Ал енді қараңыз, сол енді кісі қолында еш нәрсе болмаса, үйіне кіретін болса, иті шыққан уақытта кет десе кете салады. Өйткені оның қолында еш нәрсе жоқ. Ит қызаратын нәрсе ештеңе жоқ. Түсінесіз ба? Оның мысалы иттің шайтанға теңеген ағайындар. Қолдағы етті күнәға теңеген. Көрдіңіз ба? Ал Алланы көп еске алатындар, Алланы еске алған уақытта тезде шайтан жасырынады. Мин шаррил уасвасил ханнас. Ханнас деген біз күнделікті оқимыз ғой. Жасырынған шайтанның кесірінен Аллаға пана тілейміз дейді. Ханнас деген Алланы еске алған уақытта шайтан кетіп қалады екен. Қашан біз Алланы еске алмасақ, қайдадан келеді? Көрдіңіздер ме, бауырлар? Ал біз қанша намаз оқып жүрміз, бірақ жүрегіміз әлі сол шайтанның уәсуасынан құтыла алмаймыз. Оның белгісі жүрек әлі таза емес. Таза жүрек, бауырлар, құлшылықтың рахатын сезінеді. Әрбір нәрсенің рахаты бар, ләззаты бар. Тағамның ләззаты бар. Дәл сол намаздың да ләззаты бар. Құлшылықтың, ғибадаттың ләззаты бар. Құран оқыған уақытта оның рахаты, ләззаты бар. Бірақ бұл нәрсені біз сеземіз ба? Біз бұл нәрсені сезбейміз. Өйткені жүрегіміз ауру. Көз көру үшін арналған, құлақ есту үшін арналған, тіл дәм сезу үшін арналған, ал жүрек иманның рахатын, ләззатын сезу үшін арналған. Ал егер тілдің дәмі сезбесе, ол тіл ауру. Оны тезде емдейміз. Көзіміз көрмесе, тезде дәрігерге барып емдейміз. Не үшін? Өйткені жалған әлемді көруді қалаймыз. Бұл дүниені көруді қалаймыз. Ал енді неге жүрек ластанса, жүректегі құлшылықтың рахаты кетсе, неге жүректі емдеуге тырыспаймыз? Неге жүректі емдеуге асықпаймыз, бауырлар? Өйткені біз бұл дүниені қалаймыз.
бұл дүниенің рахатын қалаймыз. Ал егерде ақыреттің жақсылығын қаласаңыз, жүректі ембейтін едік. Жүректі тәрбиелейтін едік. Алла хидаят берсін бауырларыма. Алла субхану ва тааля мұсылмандарды былай сипаттайды. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллах. Мына иман келтіргендер, олардың жүрегі Алланы еске алумен тыныш табады дейді. Қараңыз, Аллах деген уақытта жүрегі тынышталады. Аля би зикриллах татмаиннул кулуб. Біліңдер, Алланы еске алумен ғана жүрек тынышталады дейді бауырлар. Енді біз Алланы еске алған уақытта біздің жүрегіміз тыныштала ма? Иманның рахатын сеземіз бе? Намаздың рахатын сеземіз бе? Осыған мән берейікші. Құрметті бауырлар, жамағаттан көп сұрақ қойылады бізге. Мынау түрлі уәсвәс, жаман ойлар, бұл күнә ма дейді. Бұл нәрсе күнә ма? Енді қараңыздар, түрлі жаман уәсвәс, шайтанның ойлары, мынау ойымызда жүгіріп кететін болса, немесе ойға келіп кететін болса, бұл кешірілді. Оған күнә жоқ. Оған ойындамаңыздар. Ал қашан сол жаман ойды өзі растайтын болса, бекітетін болса, Алла жайында, пайғамбар жайында жаман ойлайтын болса, сол жаман ойды растайтын болса, ол күнә болады. Оған күнә жазылады. Бірақ та сол жаман ойды растамау керек. Оны бекітпеу керек. Барынша Алланы еске алу керек. Барынша не? Одан құтылу жолдарын іздеу керек. Оған білім керек. Үйрену керек. Ғұламалар былай айтады. Бауырлар, мынау шыбын нәжіске қонады дейді. Лас нәрсеге қонады. Жүрегіміз сондай қарайғандықтан, күнәнің иісі шығып тұрғандықтан, сол шайтан сол әртүрлі жаман ой салады негізінде. Ал жүректі тазарту үшін не істеу керек екен? Алланы көп еске алу керек. Көп истиғфар айту керек. Көп кешірім сұрау керек. Шайтанның уәсвасы бұл келеді, қайт кете береді. Келеді, азғырады, және кетіп қалады. Одан құтылу үшін алдымен білім керек. Одан кейін тақуалық керек. Құрмет жамағат, хабарландыру айту керек болып тұр. Енді бесін намаз түскі 1-де оқылады, парыз намаз. Түсініз ба? Бесін намаз түскі 1-де оқылады. Яғни қамат намазға түскі 1-де шақырылады.